Балалар, бізде қазір қазақ тілі сабағы, ортақ тақырып өнер. Бөлімше негізгі және туынды зат есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Негізгі және туынды зат есім туралы түсінік аласың. Балалар, біз зат есім туралы білеміз, зат есім дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар. Заттың атауын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімнің сұрақтары қандай? Кім айтады кәне? Тамаша, дұрыс айтасыңдар балалар. Кім, кімдер, не, нелер? Балалар, біз кеше зат есім мағынасына қарай жалқы және жалпы болатын есімізге түсірдік. Балалар, сендер бұны 2-ші сыныпта өткенсіңдер, енді осы алған білімімізді ары қарата тереңдету мақсатында тағы да жалпылама не істейміз? Қайталаймыз, одан арман білімдерімізді тереңдетеміз. Ендеше балалар, зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды зат есім болып екіге бөлінеді екен. Ал балалар, негізгі зат есім дегеніміз негізгі түбірден ғана болатын зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, терезе, жол, қанат. Балалар, тек түбір сөзден ғана тұр. Ал туынды зат есім дегеніміз түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, қарай қойыңдар. Орындық, белдік, жолау, жолаушы, оқушы, ұшқыш. Балалар, енді балалар, келесі слайдымызға назар аударайық. Сонымен қатар балалар, зат есімдер жекеше және көпше түрде кездеседі. Зат есімнің жекеше түрі бұл кім, не деген сұрақтар арқылы жасалады. Ал зат есімнің көпше түрі бұлар кімдер, нелер деген сұрақтар арқылы жасалады екен. Көпше түрі, яғни көптік жалғаулары жалғанады. Мысалы, оқушылар, суретшілер, адамдар. Тамаша балалар. Балалар, ендеше оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Дәптерімізді ашып, күн атауын жазайық. Д әрпінің бас әрпін және кіші әрпін барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Жақсы, каллиграфиялық сәтті жазып бітсек, балалар, оқу тапсырмасына қарайық. Яғни 12-ші жаттығу бұл оқулықтың 9-шы, 10-шы бетінде тұр. Бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады. Мәтінді мұқият оқиды, жалқы есімді табады, көркем сауатты жазады. Яғни балалар, кеше біз зат есімдер мағынасына қарай жалқы және жалпы болатынын білгенбіз, Енді қараңдар, жалқы есім дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар, кісі аттары, жер су аттары және жан-жануарларға қойылатын атаулар, және жалқы есімдер қандай әріппен жазылады? Бас әріппен жазылады. Тамаша. Балалар, 2-ші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл оқулықтың 11-ші бетіндегі 13-ші жаттығу. Яғни балалар, бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады екен. Мәтінді мұқият оқиды, көптік жалғауларының тиістісін қояды, көпше түрдегі зат есімдердің астын сызады, көркем сауатты жазады. Яғни жәнегі көптік жалғауларын тиістісін қоясыңдар, балалар? Жақшаның ішіндегі жалғаулар тұр, соның тиістісін ғана қоясыңдар. Тамаша балалар, осымен қазақ тілі сабағымызды аяқтай келе, сабағымызға кері байланыс береміз. Яғни үшлеп белгісін жазып жібергендерің барлығы түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісі, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлі де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін ғана жазып жібергендерің, көмекті әлі де қажет етемін дегендерін балалар. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындала қойыңдар.